Барлықтарыңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге осындай шоколадты бисквиттің рецептімен бөлісемін. Дұрыс боп шығуының бірден жасағаннан жақсы боп шығу қыр-сырын барлығын айтам. Видеоны толық соңына дейін көруіңіз керек. Ал ендеше ең алдымен бастайық. Барлық бізге керек ингредиенттер, яғни жұмыртқа, сүт барлығы бөлме температурасында болу керек. Ыдыстарымызды дайындап алып, ең алдымен құрғақ ингредиенттерді өлшейміз. Ол үшін бізге 250 грамм ұн керек. Өлшеп аламыз, және де 55 грамм үстінен какаоны өлшейміз. Содан кейін оның үстіне қамыр қопсытқыш, яғни разрыхлитель, бізге ол 18 грамм керек. Құрғақ ингредиенттерді осылай өлшеп дайындап, барлығын араластырып біріктіріп аламыз. Енді сұйық ингредиенттер, яғни сүт пен сұйық май. Сүт бөлме температурасында болу керек. 135 мл сүт, 135 мл сұйық май. Сосын қантты да өлшеп аламыз, 230 грамм қант керек. Міне осылай барлығын дайындадық. Енді жұмыртқаларымызды, бізге С1 категориядағы 7 жұмыртқа керек. Ол да бөлме температурасында ақуызы мен сарыуызын бөлеміз. Және де ұмытпаңыздар, сіздің ақуызды салатын ыдысыңыз құрғақ, тап-таза болу керек. Және де оған ешқандай сарыуыз түсіп кетпеуін қадағалаңыз. Сарыуыздардың барлығын сүт пен сұйық майға саламыз. Ақуызға шамалы шым-шым тұз қосып, төмен жылдамдықтан бастап, ақырын оны көбейте отырып шайқап аламыз. Сүт пен сарыуыз барлығын араластырамыз. Ақуыздан шамалы көпіршік пайда бола бастағанда аз-аздан үстіне қантын сала отырып, жоғары жылдамдықпен ақуызды дәл осындай шайқап аламыз. Бірақ қадағалап отырыңыз, ұзақ шайқап, ақуыз слишком қатты болып, бөлік-бөлік болып қалмасын. Осындай өз формасын ұстайтын әдемі ақуыз болып шығу керек. Енді біздің сұйық ингредиенттердің үстіне ақуыздың 1/4 бөлігін салып, осылай араластырамыз. Ұнның да 1/4 бөлігін салып, міндетті түрде ситадан өткізіп отырыңыз, себебі какао араласпай түйір-түйір болып қалуы мүмкін. Дәл осылай кезек-кезек бірінші ақуызын салып араластырып, сосын ұнның 1/4 бөлігін, содан кейін барып тағы да бір бөлігін салып отырып араластырамыз. Бастапқы уақытта сұйық кезінде осылай венчикпен араластырсаңыз болады, бірақ мұқият болыңыз, төменнен жоғарыға қарай бүйтіп кәдімгі сбивать еткен секілді араластырмаймыз, жай ғана осылай төменнен жоғарғы көтеріп отырамыз ақырын-ақырын. Себебі ақуыздың осындай воздушный массасын басып алмауымыз керек. Міне осылай ұнды, ақуызды бөлік-бөліктен салып отырып араластырамыз. Міне көрдіңіздер ме, какао осылай түйіршік болып қалып қоймау үшін міндетті түрде ситадан өткізіп отырыңыз. Масса уже қатты қою бола бастағанда венчиктің орнына осылай лопаткамен араластырып бисквиттің қамырын дайындаймыз. Осы араластыруды бастаған уақытта міндетті түрде духовканы 170 градусқа верх-низ конвекция режиміне қосып қоямыз. Сіз бисквитті араластырып болғанша духовка жақсылап қызу керек. Формамызға саламыз. Менің формам 22 диаметрлік форма. 170 градуста 40-45 минут пісіреміз. Міндетті түрде пештің ішінде шығаратын кезде шпажкамен осылай тексеріңіз. Шпажкаңыз ешқандай бисквиттің ұнтағы ештеңе жабыспай, құп-құрғақ болып шығу керек. Сосын осылай төңкеріп қоямыз. Противеннің бір шетіне астан ауа кіріп тұратындай. Солай жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін бетін пищевая пленкамен жауып, бір түнге, яғни келесі күнге дейін холодильникте қалдырамыз. Содан кейін барып, мен міне келесі күні астындағы фольгасын шешіп, шет жақтарын пышақпен кесіп отырып, бисквитті формадан шығарамыз. Осылай бір түн холодильникте ұстап, бисквитті толық суытсаңыз, сіздің кескенде де осы уақытта бисквит қатты үгітілмей, әдемі, прям упруги дейді ғой, өзін әдемі жақсы ұстайтын, былжырамаған керемет бисквит болып шығады. Содан кейін өзіңіздің қалауыңызша 2-ге, 3-ге немесе 4-ке де бөлсеңіз болады. Мен осылай 3 бөлікке бөлдім. Үшінші бөлігі кішкене қалың болып кетті, бірақ ештеңе етпейді. Үстіндегі домалақ болып тұрған жерін міндетті түрде алып тастаймыз. Дәл осылай міне 3 бөліктегі бисквитім дайын болды. Кез келген креммен тортты жинай берсеңіз болады. Келесі видеода мен тортты жинағанымды және кремін рецептін саламын.